Сәлеметсіздер, мен көп балалы анамын. Қазіргі таңда менің балаларым 18 жасқа толғаннан кейін сол себептен мен детский пособие алмаймын. Бірақ та қазіргі мәселеге байланысты мен сіздерге үндеу жариялаймын. Көп балалы ана ретінде. Осы Алматыда тұрып жатқаныма 15 жыл болды. Мен жалғызбасты анамын. 5 ұл баланың анасымын. Сол 15 жылдай мен детский пособие алдым. Сол 15 жылдай маған сол детский пособияның көмегі өте жақсы тиді. Сол себептен бұл үндеуді мен арт жағымнан өсіп келе жатқан буындарға көмегі тиеді деп үндеу жариялаймын сіздерге. Ана ретінде 15 жылдың ішінде бірталай көмегі тиген детский пособияны қазіргі таңда алып тастауға мен түбегейлі қарсымын. Себебі бұл детский пособие мені, балаларымды аяққа тұрғызды деп, бір көмегін берді деп есептеймін. Енді өздеріңіз қарайсыздар. Өткенгі жағдайды ескере кетсек, егерде анаға, балаларына жеткілікті пособие өкіметтен алып отырса, ойлаймын, ондай қаралы жағдай болмайды деп. Анасы 5 баласын қамап, одан кейін ол 5 баласы өртеніп кетпейді деп ойлаймын. Оны сіздер де білесіздер. Сол себептен сіздерге енді өтініш па, аналардың атынан солай қабылдаңыздар. Армысыздар, қазақ елі, қайырлы күн оқырмандар. Желіде қызу талқылауға түсіп жатқан көп балалы отбасылардың жәрдемақысын тоқтатады екен деп жатыр да. Мынау министр мырзалар, депутат көкелер қай ойларыңызбен осы мұны да көп көріп жатсыздар ма? Жәрдемақын қай ойларыңызбен тоқтатпақшысыздар? Қазақстанның жерін, байлығын, мұнайын сатып болдыңыздар, қалталарыңызға бастыңыздар. Налогты көбейттіңіздер, штрафқа көміп тастадыңыздар. Пенсияны болса жаңағы кейінгі жастарымыз пенсия мүлдем ала алмайды. Өз пенсионный құйсын, одан кейін жасы келген кезде алады деп. Сонда былайша айтқанда халықтың өз жолын өзіне жегізіп жатсыздар ғой. Мен түсінбеймін, мемлекеттің бір ғана беріп жатқан жәрдемақысы осы пособия ғана ғой. Пенсия мен пособия, мұны алып қойсаңыздар, енді білмеймін халық қалай күн көреді. Бір жандарыңыз ашып, халыққа жандарыңыз ашса, мен түсінемін, кредиттерін кешіріп жатсаңыздар. Мен түсінемін, бір отбасында 8-9 баладан бар, бір 100 мың, 150 мыңнан бала басына пособия аласыз. Ой, айына мына балаға отбасына 800-900 мың миллион табыс кіріп жатыр. Азайтайық немесе тоқтатайық десеңіздер, мен түсінер едім да. Бар болған 13 мың теңгеден төлеп жатсыздар. 13 мың теңге бұл, білмеймін, ешқандай халықтың жыртығын жамауға жетпейді. 4 балаға 63 мың теңге алама, 6 кредиті күтіп тұрады. Мына жақта коммунальный услугасы күтіп тұрады. Квартплатасы жаңағы 80% халық квартирада тұрамыз, квартираға төлеуге ары қарай ақшасы да жоқ. Квартирадан қақаған күннің суығында, жаздың ыстығында квартирадан шығып жатқан бір адам. Енді білмеймін, осы пособияға жәрдемақыға тиіссеңіздер, уже ұяттарыңыздың қалмағаны деген сөз ғой бұл. Енді мынандай цифр шығып жатыр. Мен өзім көп балалы отбасы ретінде үй кезегіне тіркелгенмін. Ендігі үй алатындар отбасындағы табыс көзі күнкөріс деңгейінен асып кетсе, үй берілмейді. Отбасы мүшесінде машина болса, ол ескі машина ма, қандай маркалы машина, оған разница жоқ, үй берілмейді деп жатыр да. Мен бірақ расында ол заң шықты ма, шықпады ма білмеймін. Бірақ біздің тұрғылықты жерде тұрғын үй мекемесіне барғандарды солай шығарып салып жатыр. Басыңда машина болса, жаңағыдай табыс көзің күнкөріс деңгейінен асып кетсе, үй ала алмайсың деп. Сонда бұл ақша істеудің жаңа тәсілі ма, шын мәнінде сондай заң шықты ма? Егер ондай заң шықса, онда жетіскен екенбіз. Біз уже жауыз
неден чиновниктардан жауыз жаңағыдай өкіметтерден тұратын мемлекет болдық біз. Білмеймін енді, ары қарай сөзім жоқ. Біз ары қарай мемлекет болып та жарытпаймыз. Бір түсінер едім, бір халықтың жағдайын істеп, көтеріп, керемет болып жатсаңыздар.